Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгінгі видеода ризықты көбейтудің жолдарын айтып өтпекшімін. Ризық деген не? Соған тоқталайық. Ризық деген ол біздің жұтып атқан ауамыз, денсаулығымыздың жақсы болуы, ауырмауымыз, киіміміз, жеп атқан тамағымыз, мал дүние, білім, идея барлығы ризыққа жатады. Енді осы ризықты көбейтудің жолдарына тоқтала кетсек, ең бірінші жолы ризықты көбейтудің тәубе және де истихфар. Бір күнәлардан бас тарту. Адам жасап отқан үлкенді немесе кішілі күнәлар болады. Аллах тағаладан кешірім сұрап бас тарту керек. Өйткені адам тірі кезінде адамның бүкіл күнәлары Аллаға серік қосудан басқалары кешіріледі деп Аллах тағала айтып кеткен болатын. Сондықтан да мысалы жасап жүруіңіз мүмкін қас серу немесе темекі шегу деген сияқты. Енді денсаулыққа зиян ғой, солардан бас тарту арқылы адамның ризық несібесі көбейеді. Қалай? Аллах тағала мен сенің ризалығың үшін осыдан бас тартам. Мысалы қас серуден бас тартам деп тілмен айтып, жүрекпен сезініп, ары қарай тілмен астағфируллах ва тубу илайх деп көп айтып жүру де және де ол қас жұлуға енді жоламауда осы тәубе етуге жатады. Тәубе еткеннен кейін тілмен де көп айтып жүру қажет. Өйткені астағфируллах ва тубу илайх деп айтып жүру арқылы адам тазарады. Яғни истихфар деген ол кір сабынмен жуынған сияқты дейді, адамды тазалайды дейді. Ал альхамдулилля деп айту ол адамға әтір сепкенде болады дейді. Сондықтан бірінші истихфар айту керек, одан кейін шүкіршілік ету керек. Ол шүкіршілікке қазір тоқтала кетеміз. Бірінші жолы тәубе мен истихфар, күнәдан бас тарту, оған жоламау, уәде беру және де истихфар айтып жүру. Екінші жолы ол тақуалық жолы. 5 уақыт намазды оқу. Қанша дегенмен де 5 уақыт намаздан артық ең үлкен құлшылық жоқ та. Өйткені Аллах тағаланың парыздарының бірі 5 уақыт намаз. Ол 5 уақыт арқылы біз сұраламыз кейін намазың түгел ма деген сияқты. Өйткені әрбір балиғат жасына толғаннан кейін қыз баласы да, ұл баласы да намаз оқу арқылы Аллах тағаланың алдында парызын орындайды. Аллах тағала мұқтаж емес, бірақ біздің парызымыз. Және де ол арқылы адамның ризығы көбейеді, үйіне береке келеді, өміріне береке келеді. Және де екі дүниеде де бақытқа кенелудің кілтінің бірі тақуалық, яғни 5 уақыт намазды оқу. Одан кейін ризықты көбейтудің жолы ол Құран оқу. Құранды барынша арабша оқуға тырысыңыздар. Арабша оқу арқылы бір әріпіне 10 сауап жазылады. Енді елестетіңіз, бір Фатиха сүресінің өзінде қаншама әріп бар. Сол әріптерді 10-ға көбейтіңіз, қаншама сауап жазылады. Ал сауабыңыз көбейген сайын бұл күнде де, екі күнде де иншалла ризығыңыз, яғни бақытты болудың себептерінің, кілттерінің бірі осы Құран оқу арқылы болады. Келесі ризықты көбейтудің жолы ол шүкіршілік айту. Аллаға тілмен шүкіршілік айту және жүрекпен сезіну, беріп атқан әрбір нығметтерін, Аллах тағаланың нығметтерін көре білу. Әрқашан альхамдулилля деп айту. Күнде болса жүрекпен айтуға тырысу қажет. Сол кезде Аллах тағала айтады, шүкіршіліктеріңді арттырған сайын мен бере беремін дегенде. Келесі ол бізде салауат айту. Мен салауат туралы алдың видеоларда өте көп айтқан болатын, бірақ сол ризықты көбейтетін жолдың бірі де салауат айту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауаттың қандай түрлері бар, оның қысқа немесе ұзақ жолдарын барлығын айтып өткен болатын. Өздеріңіз де білесіздер, сәжде кезі приложениеде Аллахумма солли аля Мухаммади ва аля Мухаммад электронды тәсбих алып алыңыз, салауат айтып жүріңіз. Одан кейін барып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянын оқу, сира. Яғни айтады, Аллах тағаланы жақсы көрем деп айту, ол 100% емес та. Пайғамбарым саллаллаху алейхи уассаламды танымай жатып, Аллах тағаланы 100%-дай адам баласы жақсы көре алмайды. Сондықтан пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам өмір баянын оқып, пайғамбарымызды жақсы көру арқылы Аллаға деген махаббатқа жол ашылады. Шынайы махаббатқа жол ашылады. Сондықтан да сира оқыңыз немесе тыңдап жүргеніңіз өте абзал болады. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы көптеген ілімдер бар. Оның басқа пайғамбарлардан артықшылығы, абзалдығы, пайғамбардың өмірінде болған мұғжизалары, одан кейін барып өмір баяны, сира деп аталады. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түр әлпеті, тұлғасы, мінезі қандай болған, соның бәрін зерттеп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ұқсауға тырысу арқылы Аллах тағалаға деген махаббатқа жол ашылады. Ал Аллаға деген махаббатқа жол ашылған кезде адамның өмірінде қиындықтардың барлығы иншалла жеңіл өтеді. Сондықтан қарап отырсаңыздар, барлығы әрекет және де білім арқылы Аллах тағалаға жақындау жолдарының бірі.
келесі ризықты арттыратын кілттің бірі туысқандық қарым-қатынас. Яғни туысқандармен үнемі жақын қарым-қатынасы болу, ата-анаға жақсылық жасау, мысалы туысқандармен сөйлесу, оларды қонаққа шақыру, сыйлық беру, соның барлығы ризықты арттырады. Және де садақа беру. Садақаны адам біліммен бере алады. Құранда Бақара сүресінде айтылғандай, садақаны бірінші дейді өздерінен бастаңдар дейді. Одан кейін ата-ана, туыстарың, бауырларың, достарың, одан кейін танымайтын адамдардан естіп кету керек дейді. Садақа беру арқылы да адамның ризық несібесі көбейеді. Оны да білетін боласыздар. Садақаны білімнен беріңіздер, яғни бір нәрсе білсеңіздер, бөлісіңіздер, басқа адамға өте көп пайдасын беру мүмкін. Және де ақшалай садақа беру арқылы, немесе көмекпен, яғни біреуге көмектесу арқылы да садақа болып саналады. Сол садақаны беру арқылы, тіпті күлімдеу де садақа дейді ғой. Көп беру арқылы адамның ризық несібелері көбейеді. Бұл ризықты көбейтудің тек бір азғантай ғана жолдары, яғни осы жолдардың барлығын орындап көріңіздер. Иншалла ризықтарыңыз Алланың қалауымен арта беретіндерін өздеріңіз көресіздер. Осымен видео аяқталды. Баршаларыңызға ассаляму алейкум.